Шырайлы Шыңғырлаудағы Ақтау ауылының құрылғанына 70 жыл мерейтой кең көлемде аталып өтті. Ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, жиналғандар дала қызықтарының куәсі болды. Ауылым қасиетті мекенім тақырыбындағы мерекеге Ақтауда туып өскен, елді мекеннің өсіп өркендеуіне үлес қосқан тұрғындар көп қатысты. Торатпас биігінің бөктерінде орналасқан бұрынғы Белогор, қазір Ақтау ауылдық округінің тарихы 20 ғасырдың басынан басталады. 1904 жылы Полтава губерниясы Украинаның, Белогор губерниясы Белоруссияның келіп көшпенділер келіп қоныс тепкен. Осының айналасында бұрында ел болған, бірнеше түрге саяси және экономикалық өзгерістерге байланысты колхоз Калинина, Қызылоба ауылы 7-ші ауыл болып аталған. Енді 54 жылы тың игеру басталған кезде осы ауыл Белогор совхозы болып аталып тіркелді. Ақтаудың тарихында еңбегімен ізі қалған, өмір жолы өнегеге толы тұрғындар марапатталып, сый құрмет көрсетілді. Одан соң мерейлі мереке сазды бағдарламаға ұласып, жергілікті өнерпаздар биік сахна төрінде ән шырқады. Шыңғырлаулы Қайрат Темірғалидың әніне жазылған «Ақтауым алтын бесігім» туындысы алғашқы рет орындалып, ауылдастарының ыстық ықыласына бөленді. Той одан әрі дала қызықтарымен жалғасып, ұлттық ойындар ойналды. Бәрі көңілімізден шығып жатыр. Өте керемет, рахмет ұйымдастырған адамдарға, азаматтарға. Еліміз тыныш болсын, үлкендеріміз аман болсын. Осындай ауызбіршілікте, ұйымшылдықта бола берсін қазағымыз. Түрлі сайыстарда жүлдегер атанғандар ақшалай және бағалы сыйлықтарға ие болды. Ауыл тойын әдемі ұйымдастырған ақтаулық әр жылғы мектеп түлектерінің ауызбіршілігіне ел риза болып тарқасты. Лоқпан Елеу, Айбатыр Асу, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.